Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен микротолқынды пеште пирог жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: ұн, қант, сүт, жұмыртқа, какао және май. Ең бірінші біз ұнға қант қосамыз. Сосын какао қосамыз. Сосын май қосамыз. Май, сұйық май. Сосын сүт қосамыз. Ең соңғы жұмыртқа қосамыз. Енді бәрін жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей достар, біз бәрін араластырып алдық. Енді біз оны контейнерге қоямыз. Менде контейнердің диаметрі 13×13. Мен оның астын сұйық маймен майлап алдым. Енді бұны ыдысымызға құямыз. Мінекей біз контейнерімізге салып алдық. Енді біз бұны микротолқынды пеште максимальный мощностьта 3 минут пісіреміз. Мінекей достар, біздің пирогымыз дайын. Мінекей ортасы бұлай пісті. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Достар, менің арнамда неше түрлі торттардың, пирогтардың, сусындардың рецепттері бар. Соларды кіріп қарап көрсеңіздер болады. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше ас дәмді болсын.